Болашақта қалалар су астына кетіп жатқанда, өткен өмір жалғыз панаға айналды. Бір жеке детектив адамдарға өз естеліктеріне қайта оралуға көмектеседі. Бірақ махаббат оның өз естеліктерін түрмеге айналдырады. Жақын болашақта адамзат апат алдында тұр. 4 жылдан астам уақытқа созылған соғыстан кейін, көпшілік құрлықтар мұхит астына батып, миллиардтаған адам өмірмен қоштасты. Тек санаулы қалалар ғана қалқып қалды. Байлар бұрынғы алтын дәуірді еске түсіретін жұмақ мекендерде өмір сүреді. Орта тап, тізеге дейінгі су кешіп, ал кедейлер су басқан аймақтарда тұншығып, тірі қалу үшін күн сайын күреседі. Сол қалалардың бірі тіршілік үшін күрестің шегінде тұрған су астындағы Майамидің қалдығы. Ник Беннистер жалғызбасты ардагер әрі жеке тергеуші. Ол естелік банкі атты қызмет орнын ашады. Арнайы су ыдыстарының көмегімен клиенттер кез келген естелікті қайтадан бастан кешіре алады. Ақысына қарай. Қанша табыс түсірсе де, Ник мейірімді әрі сәл аңғал күйінде қалады. Ол бұрынғы әскери қызметкер, қатал мінезді Эмилимен бірге жұмыс істейді. Соғыста күрескендерге жеңілдіктер ұсынады. Тұрақты клиенттердің бірі аяғынан айырылған ардагер Хэнк. Ол бір ғана естелікті қайта бастан кешіреді. Сүйікті итімен өткізген сәтін. Бұл оның қуанышсыз әлемінде аздаған қуаныш сыйлайтын жалғыз нәрсе. Ник жай ғана техник емес, ол жол сілтеуші. Оның дауысы клиенттерді нәзік үдеріс арқылы жетелейді. Есте сақтау мен ессіздік арасындағы нәзік шекараны бағдарлауға көмектеседі. Ол камера ішінде клиенттің қасында отырып, олардың ең жеке сәттерінің үнсіз куәгері болады. Бәрін бірге сезінеді. Әр сеанс жазылып, құпия сейфке сақталады. Әр клиенттің жеке естелік ұяшығы бар. Клиенттердің бір ерекшесі Эльза кедей әрі жұмбақ бойжеткен. Ол қарт адаммен болған романтикалық кездесуді қайта бастан кешіру үшін төлейді. Бұл естелік Ник пен Эмилиді алаңдатады. Күн сәулесінің радиациясы қауіпті болғандықтан, түнгі уақытта жұмыс істеген соң, Ник үйіне қайтуға дайындалады. Алайда дәл кетерінде соңғы клиент келеді. Қызыл көйлек киген, көрікті бойжеткен Мэй есімді. Ник оны көрген сәттен бастап ақ бауралып қалады. Мэй кілтін жоғалтып алғанын айтып, оларды табу үшін естелік құрылғысын пайдаланғысы келе. Камераға кірер алдында ол сырғаларын шешіп, киімін де шешіп береді. Кәсіби болуға тырысқан Ник оның жанында камераға енеді. Олар кілтті табады, бірақ Никке маңыздысы одан кейінгі естелік. Мэй қаланың тозған бөлігінде әнші. Оның дауысы шынайы сұлулық пен азапқа толы, Никтің жүрегін жаулап алады. Сеанстан кейін бойжеткен кетіп қалады. Бірақ Эмили стел үстінде Мэй қалдырып кеткен сырғаларды байқайды. Ник оларды алып үйіне кетеді. Ол үйде қайтыс болған жауынгер достарының естеліктерін жазып алған күнделікті оқиды. Басқалардың өткенін шарлау Никке оңай емес. Ол ұйықтай алмай, түсінде бөгде адамдардың ойлары мен сезімдерін көріп, жиі азап шегеді. Ұйықтау үшін тек ішімдікпен ұйықтататын дәрілер көмектеседі. Күн батқан соң Ник полиция бөліміне барып, прокурор Эйверимен кездеседі. Ол бай бір адамды сотқа тартуға тырысып жүр. Бірақ дәлел жоқ. Әлгі адам жер сатып алып, биік қабырғалар тұрғызған соң өзін Құдай сезіне бастайды. Кімнің өмір сүріп, кімнің өлуі керек екенін өзі шешеді. Қарсы шыққандарды тірідей өртеп, олардың үйлерін арзанға иемденіп жүр. Бірақ ешқандай нақты дәлел жоқ. Эйвери Никтен мистер Уолтердің естелігін тексеру камерасына отырғызуын сұрайды. Бірақ адвокаттар клиентінің денсаулығына байланысты рұқсат бермейді. Осының бәрін көріп, Ник қазіргі әлем мен оның шіріген жүйесіне үмітін үзіп түңіледі. Әлем жемқорлыққа тұншыққан, құтқарылуға үміт жоқ. Біреулер миллиондарды басқарып, басқалардың тағдырын шешіп отыр, ал басқалары жай ғана тірі қалуға тырысуда, немесе әлдеқашан үміттен айырылған. Бұл үрейлі шындықтың ішінен адаспау үшін Ник бәрін ұмыттыратын қызды табуға бел буады. Сырғаларды алып, Майамидің ең кедей ауданын бетке алады, Мэйді іздеп. Ол сахнада Никтің сүйікті әнін шырқап тұр, ал Ник оны көріп, тағы да таңғалады. Оның талантына тәнті болады. Сырғаларын қайтарып берген соң, жеке тергеуші Ник оған естеліктер қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді. Және Мэйдің өміріндегі ең бақытты сәтті қайта бастан кешіруін сұрайды. Жылы естеліктер толқыннан кейін, Мэй Никке өзін үйіне дейін шығарып салуды өтінеді. Пәтеріне кірген сәтте, олардың арасында тек тартымдылықтан әлдеқайда терең байланыс бар екенін түсінеді. Әлеуметтік қалыптарға жасырынып қалғысы келмей, Ник пен Мэй сүйісіп, бір-бірімен жақындыққа барады. Таңертең олар төбеде шай ішіп отырып, өткенге тым жиі оралудың қауіпті екенін талқылайды. Адам өз естелігінің тұтқынына айналуы мүмкін. Ник көлігі болғанымен оны ешқашан жүргізбеген еді. Бірақ дәл сол сәт бәрін өзгертеді. Алайда мұның бәрі тек естелік екені анық болады. Шындықта, Мэй шамамен 5 ай бұрын із-түссіз жоғалып кеткен.
ал Ник оны табу үшін жүздеген естелікті қайта-қайта көреді. Ол неге Мэй ешқандай түсініктемесіз кеткенін түсіне алмайды. Олар бір-бірін жақсы көретін. Эмили бастығына өткенді ұмытып, алға қадам басуды ұсынады. Бірақ Ник одан бас тартады. Ол есінен айырылудан немесе өзін жоғалтудан қорықпайды. Өйткені Мэй оның қараңғы, қорқынышты әлемдегі жалғыз үмітіне айналған. Үйіне барып тынығудың орнына Ник Мэйді табу үшін іздеуді жалғастырады. Ол Мэй ән айтқан ресторанға және оның үйіне барады. Бірақ еш нәтиже шықпайды. Клиенттері азайып, қаланың өзі кез келген сәтте су астына кетуі мүмкін. Бірақ Никке бұлардың ешқайсысы маңызды емес. Бір күні өзінің жад банкіне жасырын кіріп, Ник естеліктерге қайта сүңгиді. Мэйді табуға көмектесетін бір белгі табуға үміттенеді. Бір естелікте ол Мэйдің қолында көгерген ізді байқайды. Бұл Никті таң қалдырады. Бірақ Мэй оны даяшы ретінде абайсызда алған жара деп түсіндіреді. Сол сәтте оятқыштың үнімен оянып, Ник пен Эмили полиция бөлімшесіне шақырылғанын біледі. Күдіктіні тергеуге көмектесу қажет. Сол кезде біреу есік қағады. Бірақ Ник ол келушілерге мән бермейді. Кейін далаға шыққанда, суда Мэйге тиесілі сырғаны көреді. Ол аң-таң күйде жан-жағына қарап, Мэй келді ме екен деп үміттенеді. Бірақ ешкімді көрмейді. Ник бұл туралы Эмилиге айтқанда, ол сырға тек ағын сумен келіп қалған болар. Бұл жай ғана сәйкестік. Мэйдің оралғанның белгісі емес дейді. Полиция бөлімінде Ник қашпақ болған күдіктіні тоқтатуға көмектеседі. Прокурор Эйверимен кездескенде, олар есірткі сатушыны ұстағанын біледі. Бірақ ол өз дәрілерінің құрбаны болған. Фокс ес-түссіз, өмір мен өлімнің арасында жатыр. Оның миы сөніп бара жатыр. Сондықтан ешкім оның ойларын не естеліктерін оқи алмайды. Ник оны жақсы естеліктерге бағыттау арқылы жұмыс істеу керек екенін түсінеді. Фокстың өткеніне енгенде, Ник оны қылмыстық авторитет, Сент-Джо есімді адаммен кездескенін көреді. Бұл адам аймақтағы ең ірі заңсыз есірткі өндіруші және сатушы. Оны ұстау 10 жылдықтағы ең үлкен іс болар еді. Бірақ Никтің назары басқа жаққа ауады. Фокстың естеліктерінің бірінде Ник Мэйді көреді. Ол ашық киіммен ән айтып, бөлмедегі ерлерді баурап жүр. Ресми тергеуді елемей, Ник Фоксты Мэйге қатысты бар нәрсені еске түсіруге итермелейді. Бір сәтте Сент-Джо Мэйге есірткі ұсынады. Бірақ ол бас тартады. Бұған ашуланған Фокс оны ұрып соғады. Бірақ Сент-Джо мен жемқор полиция араласып, егер Фокс тоқтамаса, өлтіреміз деп қорқытады. Тергеуді бақылап отырған көмекші прокурор тергеудің мәні қалмады деп шешіп, басқа сұрақтар қоймақ болады. Бірақ бұл Фокстың ауыр күйін ушықтырып жібере. Оның жағдайы нашарлай беріп, тергеу уақыты таусылып барады. Өз-өзіне келген Ник Мэймен болған соңғы кездесуді көруді сұрайды. Бұл 5 жыл бұрын болған. Сол кезде Мэй Ник ойлағандай жақсы қыз болмаған. Ол есірткіге тәуелді еді. Ол тек қылмыстық топты сатып қана қоймай, Сент-Джоның бүкіл есірткі қорын ұрлап, Фоксты да ұрып кеткен. Ник көргендеріне қатты түңіледі. Ол Мэйді басқа қырынан танығанын түсініп, шындық пен қиялдың аражігін ажырата алмай қалады. Бірақ ол шындықты білмейінше тоқтамайды. Осылайша ол 5 жыл бұрынғы оқиғалар өткен Жаңа Орлеанға аттанады. Сент-Джомен кездескенде өзін есірткі сатып алуға келген қылмыскерлердің бірінің досы ретінде таныстырады. Бірақ әлгі адам баяғыда өлген. Бұл тұзақ. Сент-Джо қаланың ең қауіпті ауданында су тасқыннан аман қалған бұрынғы әскери. Ол тергеу мен азаптаудың шебері. Ол Никтің шын мақсатын тез анықтайды. Қылмыстық авторитет Никтің Мэйге деген сезімін түсінсе де, оның 200-ді қауіпті адам екенін айтып, ескерту жасайды. Сөйтіп, Никті аквариумда тұншықтыруға бұйрық береді. Барлығы аяқталғандай көрінген сәтте Эмили барға келеді. Майдан шебінде снайпер болған ол ешкімнен аянатын емес. Ол жылдам және дәл әрекет етіп, бірнеше күзетшіні атып тастайды. Және аквариумда атып, бастығын құтқарады. Ник өзін тұншықтырмақ болған күзетшінің көзіне шприц соғып өлтіреді. Эмили қалғандарын жойып, Сент-Джоны жаралайды. Оқ оның өкпесін тесіп өтеді. Бұл оған баяу әрі азапты өлім әкелмек. Сент-Джо Мэй туралы бәрін айтып, өмірін аяқтауды өтінеді. Эмили уәдесінде тұрып, оның басынан атып өлтіреді. Мэйге апаратын соңғы жіп үзілді. Ник енді оны қайдан іздерін білмейді. Сондықтан қайтадан естеліктерді қазуды жалғастырады. Бір естелікте Мэй өзі өмір мен өлімнің арасында қалай қалғанын айтып береді. Ол түнді қайықта өткізген, ал таңертең оянғанда өзін мұхиттың ортасында жалғыз қалғанын көреді. Бұл сөзсіз өлім сияқты көрінген, бірақ кенет ол суда қалқып жүрген ақ үйді көреді. Онда тұратын әйел оны құтқарып қалыпты. Шынайы өмірде Ник бір нәрсені есіне түсіреді. Мэй жоғалар алдында оны соңғы көрген адам Эмили еді. Оның естеліктерін тексеруге бел буған Ник расында Мэйдің жад банкіне келгенін анықтайды. Мэй өз есірткіге тәуелділігі, қылмыс әлемімен байланысы
және басынан өткен қорқынышты жайттар туралы айтқан екен. Мэй Эмилидің сеніміне кіріп, оны масайтқанша ішімдік ішкізген. Эмили дәретханада болғанда, Мэй жады сақтау бөлмесінің кілтін ұрлап, ішке тығылып кіреді. Бұл бәрі алдын ала жоспарланған айла болған. Мэй бірнеше ай бойы Никті бақылап, оған сенгендей кейіп танытып, оның сейфтің құпия сөзін біліп алуды көздеген. Сол құпия ән Ник үйде ылғи ыңылдап айтып жүретін әуен болатын. Осы әуен арқылы Мэй сейфке кіріп, Эльса есімді әйелдің естелік карталарын ұрлайды. Эльса бұрын бір бейтаныс қарт адаммен романтикалық кездесулерге барған еді. Сол түнде Ник кедей аудандарға барып, Эльса неге қажет болды екен деп, шындықты білгісі келеді. Эльсаның досымен кездескенде, ол Эльсаның өлтірілгенін біледі. Куәгерлер оқиға орнында қызыл шашты бір қызды көрген. Ол Мэйге ұқсайды. Ник естеліктерді мозаика сияқты біріктіріп, мән жайды анықтай бастайды. Ол бұрынғы ауыр сәттерге қайта оралады. Жақында Мэйді іздеп жүріп, Ник бір қираған ғимаратқа тап болады. Сол жерде оны біреу аяусыз соққыға жыққан. Түрлі бейнелерді қарап отырып, Эмили мен Ник шабуыл жасаған адам Сайрус Бут екенін анықтайды. Ол бұрын Сент-Джоға жұмыс істеген жемқор полицей болған. Кейін қылмыскерге айналған. Енді біреудің бұйрығын орындап жүрген болуы мүмкін. Бірнеше күннен кейін қалада хаос басталады. Халықтың толқулары өршіп кетеді. Себебі бай адам Уолтер Сильванның өлімі. Адамдар оның сотта жеңіліп, байлардың сыртта тіршілік етіп жатқан кедейлерге өтемақы төлейді деп үміттенген. Бірақ ол орындалмай қалды. Енді бүкіл мұра оның әйелі Тамара мен ұлы Себастьянға өтеді. Жесір әйелге қарап отырып, Ник оны бұрын өзі де көргенін есіне түсіреді. Екі түрлі естелікті салыстырғанда, екеуінде де бір ер адам барын байқайды. Бірі Тамараға, бірі қаза тапқан Эльсаға тиесілі. Детектив Эльса Уолтердің көңілдесі болғанын және жоғалған сәби, Фредди, оның некеден тыс туған ұлы екенін түсінеді. Эмили Никке тергеуді доғаруды ұсынады. Ол Никтің шынайы болмыстан алыстап, өткенге сіңіп бара жатқанын көреді. Бұл олардың арасында үлкен жанжал туғызып, Ник Эмилиді жұмыстан шығарып жібереді. Қателіктерін мойындаған Эмилиге Ник болашақты дұрыстау үшін екінші мүмкіндік береді. Бірақ Ник құтқаруға болмайтын адам. Ол Мэйді табуға әбден берілген және тоқтамайды. Оның келесі бағыты байлар тұратын аудан. Ол жерде Тамарамен кездеседі. Әйел ақылынан айырылған, күйеуінің өлімін қабылдағысы келмей, бір естелікті қайта-қайта бастан кешіп жүр. Ник оған күйеуінің опасыздығы мен көңілдесі туралы шындықты айтқанда, Тамара күзетшілеріне Никті өлтіруді бұйырады. Бірақ олар бұйрықты орындамайды. Басты қауіпсіздік қызметкері кезінде Никпен бірге соғысқан. Сондықтан оны сата алмайды. Ник ойлайды, егер Мэй бір жерде жасырынып жүрсе, ол кедей аудан болуы керек. Онда бұрынғы зауыттар мен қоймалар қазір қараусыз үйлерге айналған. Жоғалып кетуге таптырмас орын. Сол жаққа барған Ник күмәнді бір қызды байқайды. Оның түрі Мэйге ұқсайды. Артынан ілескенде бұл тұзақ екенін түсінеді. Мұның бәрі Сайрустың айласы. Жемқор полицей Никті басынан ағалдағанын мойындайды. Мэй Ник ойлаған адам емес. Болған оқиғаны түсінуге тырысқан Ник Сайрусты ұстауға тырысады, бірақ ол қашып кетеді. Олар алғаш рет төбеде қақтығысады. Онда Ник жеңіліп, Сайрустың қашып кетуіне жол береді. Қуғын жалғасып, екеуі ақыры бір бөлмеге жетеді. Ішінде пианино бар. Ник Сайрустың қолын пианиноның үстіне басып, еденді сындырып, екеуін бірге су астына құлатады. Сайрустен жауап алу үшін тірі қалуы қажет екенін білген Ник оның артынан суға сүңгиді. Алайда Сайрус керісінше оны тұншықтыра бастайды да, түбінде қалдырып кетеді. Бірақ Мэй туралы естеліктер Никке ауа үшін күресуге күш береді. Ол қайтадан су бетіне шығып, Сайрусты иықтататын дәрімен шаншып, оны ақыры бейтараптандырады. Ник арнайы құрылғы арқылы Сайрустың естеліктерін көреді. Есінен танып бара жатқан Сайрус Никті алдын ала ескертеді, сен алда үлкен өкініш күтіп тұр дейді. Бірақ Ник тыңдамайды. Көргендері оны есеңгіретеді, бәрі басынан ақ жоспарланған айла болған. Мэй мен қарым-қатынасы бәрі қолдан ұйымдастырылған. Ол Никтің әдеттерін, музыкалық талғамын және өмір салтын Хэнк есімді аяқсыз ардагер мен оның сөмкесін тасып жүрген бір кезбеден үйренген. Мэй кілтін жоғалтып алғанын да, сырғасын ұмытып кеткенін де алдын ала жаттықтырған. Ол тіпті жасанды естеліктер жасауға да машықтанған. Бәрі Эльсаның естеліктерін ұрлау үшін. Мэй өзіне керегін алған соң, Сайрус спортқа барып Эльсаны өлтірген. Оның ұлын да сол тағдыр күткен еді. Бірақ Мэй баланы құтқарып, бірге жоғалып кеткен. Бүкіл алдауға қарамастан, Ник әлі де Мэйдің ішінде жақсылық бар шығар деген үмітін үзбейді. Сайрустың естеліктерін тереңдете зерттеп отырып, Ник шындықты көреді. Мэйді Сайрус шынымен тапқан. Біреу есік қаққан сәт, сол Мэй болған. Ол сырғасын есік алдында әдейі тастап кеткен.
Ник байқайды деп үміттенеді. Бірақ Ник кешігіп қалған. Сайрус оны ұстап алып, есірткімен улап, қатыгез түрде азаптаған. Өзін құтқаратын ешкім қалмағанын түсінген Мэй Сайрусты емес, Никті таңдаған. Ол Ник міндетті түрде Сайрустың естеліктерін қарайды деп үміттеніп, соңғы сәлемін жолдап, баланың қайда жасырынғаны туралы белгі қалдырған. Ол қоштасып, оған деген махаббатын мойындаған. Өзіне ешқандай үміт қалмағанын білген Мэй одан әрі азап пен қорлықты көтергісі келмей, бір уыс дәрі ішіп, жардан секіріп, өмірмен қош айтысқан. Ник оның өлгенін, ал кінәлі Сайрус екенін түсінеді. Ол Сайрусты жоғары кернеумен азаптап, оны ең ауыр естелігін қайта бастан кешуге мәжбүр етеді. Үш жалдамалы оны сабап, өртеп жіберген кезді. Жатты мұқият зерттей келе, Ник бұл қылмысты Эльсаның сүйіктісі Уолтер емес, оның ұлы Себастьян тапсырыс бергенін анықтайды. Себебі Себастьян өзінің туған інісімен мұра бөліскісі келмеген. Ол Сайрусты жалдап, Эльса мен оның ұлын өлтірткісі келген. Ал Сайрус Мэйді Эльсаның естеліктерін ұрлау үшін пайдаланған. Себебі бұл естеліктер дәлел ретінде қолдануға болатын еді. Олардың жоспары сәтті жүріп келе жатқан. Тек соңында Ник бәрін әшкерелегенше. Ол енді қатыгездікпен емес, әділетпен жазаламақ. Себастьянды өлтірмейді. Оған тапанша қалдырады, не өзін, не Никті өлтір. Бірақ Себастьян қорқақ болып шығып, ақыры полиция қолына түседі. Полиция Сайрусты да ұстап, баланы Фреддиді құтқарып қалады. Кейін Ник Эмилимен ашық сөйлесу үшін келеді. Ол өз қылмыстарын мойындайды, өйткені Эмили басты куә болады, ал оның естеліктері іс бойынша басты айғақ болмақ. Ник өмірінің қалған бөлігін түрмеде өткізуге дайын. Бірақ Сайрус пен Себастьянды ұстап берген үшін оған ерекше құқық беріледі. Өз түрмесін өзі таңдай алады. Ник махаббатты таңдайды. Ол өзін жады капсуласына жібереді, марқұм Мэймен бірге мәңгі естелік әлемінде өмір сүруді шешеді. Осы уақытта қоғамда хаос басталады. Майами өртеніп жатыр. Кедейлер байларға қарсы көтеріліске шығады. Бірақ бұл Ник үшін енді маңызды емес. Ол өз таңдауын жасады, бақытты болу. Тіпті ол өз естеліктерінің тұтқынына айналса да. Егер сіз өткеніңіздің ең бақытты сәттеріне қайта-қайта оралып тұра алсаңыз, болашаққа ұмтылуға деген ниетіңіз қалама, әлде сағыныш сізді өз санаңызда тұтқын етер ме еді? Пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода көріскенше.